Көріп отырсыздар, екеуі де көрікті, екеуі де білімді, екеуі де еңбекқор. Бір-бірекей Төлеп би ақсақалдың немере қызы, ал енді Қожамқұл ақсақалдың немересі Айдар бауырымызбен Нұрсәуле келініміз. Керуен бастар жігіттің нары өзіне лайық, азамат болар жігіттің жары өзіне лайық. Айдар бауырымызбен Нұрсәуле келініміз көріп отырсыздар, бәрі өзіне лайық. Жастар бақытты болсын деп ырым етіп, тағы да бір қол соғайық ағайын. Рахмет. Нұрсәуледей тұңғыш келін келіп отыр, қалеке. 300-дің басын жиналып, ағайын тума бауыр келіп отыр. Шаңырақтарыңызға береке қалай келмесін. Жастардың аяғы құт болып, жұлдыздай болып, жарқырап жүріп, соңынан ере берсін, бәле жала көрмесін. Құтты болсын, көке жеңеше тойларыңыз тойға өрілесін. Алла қаласа, медицина саласында 8 жыл білімді бар, бір қызыңыз бар, Құда қаласа, бой жетіп отыр. Соныңда ұзату тойы, одан кейін немереге өтейік. Бұдан да үлкен той жасай беріңіздер, Алла қаласа, тойларыңызға халық шөлдесін. Қалеге, деген бар, әкеңіз өмірден өтсе де, әкеңіздің көзін көргендер өлмесін. Шақырсам деп отырмын, Әбсадық атамды. Әкеңіздің көзін көргесін, әкеңізбен бірге жүргесін, елдің Батобай ақсақал санатында бұл кісі. Ағайын жолмен келгесін, қуанышыңызды бөлгесін. Шақырайын Нұрмолда атамды, Әбсаттар аталарымды. Ағайын жолменен ақ ниетке енгесін, қуанышыңызды бөлгесін. Шақырайын Сейіткерім атамды, Мақтарал ауданының құрметті азаматы, Данагөйі, Ақылгөйі санатында. Бүгінгінің Ыбырай алтын сарайын деп атаймыз бұл кісіні. Ел ағасы болып тойдың төріне келгесін, қуанышыңызды бөлгесін. Тұрлыбай ақсақалымыз ел ағасы да келіп отыр. Ал енді осы кісілер бата берсе, төбедегі қалай келмесін. Ататалған аталар, ататалған ағалар, рұқсат болса, ашып беріңіздер бүгінгі тойымыздың дастарханының бет-пердесін. Нұрлан ағамыз, қоса көтеріліңіз. Нұрлан көке. Жас үлкендер өз алдына бір төбе, олар шыққан биіктіктер мәртебе, айналайын балам десе болғаны, бақы соның басына кеп қонғаны. Жас үлкендер өз алдына бір отау, бұл кісілер шыққан биіктіктер. Біздер үшін Алатау деп, мінекей, Оразкелді елінің, осы өңірдің Алатаудай абыройы бар. Ассалаумағалейкум, ел ағалары, қадірлі ақсақалдар. Басымызды иіп сәлем бердік, той құтты болсын деген ниетпенен. Ал енді ақ ниетті Ассалаумағалейкум, жасқа тойға жиылған жамағат. Бүгінгі тойдың себепкері немереміз Айдар, және келініміз Нұрсәуле, осы екеуміздің жаңағы шаңырақ құрып, елімізге жаңадан отау құрып келгеніне мен өте қуаныштымын. Сол қуанышқа ортақ болып сіздерге жақсы ниетпен келіп отырсыздар. Ал енді осы Айдар менен Нұрсәулені дүниеге алып келген екі жақтың ата-аналарына рахмет. Бұл жердегі Қамбай інімізге, жаңа келінімізге біреуі ата, біреуі әже болғандарын құтты болсын деп айтамын. Немерелі болды бұлар, Құда қаласа. Енді тойларың құтты болсын, шаңырақтарың биік болсын, керейлерің мықты болсын.
қандай жақсы ниет ойласыңдар, соған жетіңдер. Әркім осында той көрсін, тойларын тойласа берсін. Әбсадық атамыз сөз бастады. Енді тойдың төрінде біз өзіміз шынайы ел, бұл күнгінің ыбырай алтын сарайын дейді, өмірінің барлық еңбек жолдарын ұстаздыққа арнаған құдалар өздеріңізге таныстырып жатырмыз. Мақтаарал ауданының қоғамдық кеңесінің төрағасы, елдің ел ағасы, Мақтаарал ауданының құрметті азаматы Сейіткерім Ақсақалдың құрметіне, ел ағасының құрметіне бір қол соғып қойсаңыздар жараса қалайын. Кеш жарық, құрметті қонақтар, құрметті бүгінгі құдалыққа келіп отырған мынау құдаларымыз, бауыздау құдаларымыз. Қазақта сөз бар ғой, екі дүнием абат болсын, екі тойың қабат болсын деген. Міне бүгін тойымыздың екінші бөлімі деп айтсақ та болады. Міне бірінші Құда қаласа қазақтың ескі келе жатқан әдет дәстүрімен бесік салу рәсімін өткізді. Көптеген кісілер осы тойда тілегін айтты. Қазақта тағы бір сөз бар, 40-тың бірі қыдыр, 1000-ның бірі уәлі деген. Сол айтқан тілектер Құда қаласа періштенің құлағына шағыла берсін. Ал енді құрметті қонақтар, мынау қазір тамадамыз айтып өткендей, Сатқұрылыс елді мекеннің үлкен бір отбасы, құрметті ел сыйлайтын азаматтары, мынау Қаламбай келініміз мектепте жұмыс істесе, олардың ендігі үлкен қуанышы мынау балаларын үйлендіру болды. Міне Құда қаласа келін түсіріп, қуанышы сіздермен бөлісіп, осы жерде бас қосып отырмыз. Ал енді құрметті қонақтар, мына жастарымыз бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Міне келініміз келгелі бері елдің ішінде өте бір жақсы, ізетті, өте бір керемет, мейірімді деген келін атағанып отыр. Оған қатты біз ырза болып отырмыз. Осы жерде қазір қатысып отқан, қазір көрген ата-аналарына, елдің атынан, ағайындардың атынан көп рахмет айтқым келеді. Осындай қызды тәрбиелеп, бізге келін болып түсіп отқан қыздарымыз Құда қаласа өмірлі шүбірлі болып, үлкен абыройлы отбасы бола берсін. Ал енді құрметті қонақтар, тойымыз той боласа берсін, тойымызды аман-есен жақсылап өткізіп алуды. Осы жерде өзіміздің мынау Түркістан облысына танымалы болған, ауданның болса да танымалы үлкен азаматы, тұлғасы Ораз бауырымыз осы бүгінгі тойды жақсылап атқарып берсе деген бір өтінішіміз бар. Ораз айналайын, бүгінгі мына ағайынның тойын бір жақсылап өткізіп берсең деген өтінішіміз бар. Тойымыз той болса, құрметті қонақтар, аманшылық болсын, осындай тойды кездесейік. Рахмет, әбсаттар көбі. Құрметті қадірлі қонақтар, тойға жүрген көпшілік қауым. Енді мен мына үлкен ағаларым сөзіне қосыламын. Мынау айналайын Қаламбай, мынау тойың той болсын, қоңсы дейді. Қазақта бұрыннан сөз бар. Оның үйленсе қоңсың дейді, қоңсың көбейгені құтты болсын. Мына балдарымыздың шаңырағы биік, босағасы берік болсын, үш толған сәби болсын амаларына. Келмеген болсын, қызығымен шыжығын көріп жүреді. Алла сендерге зор денсаулық берсін, аманшылық болсын. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Бақытты болыңыздар, жастар бақытты болсын. Рахмет. Тұрлыбай көбі. Құдағилар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Бағана көп сөздер, әңгімелер ағаларымыз айтып жатыр әйтеуір. Осы періштенің құлағына шалынсын деймін. Бауырым Қаламбай, келіп жаңылыс мына тойларың құтты болсын. Еврейлерің үлкен болып, әйтеуір сендерге қолға алып солар жүре берсін. Той құтты болсын әйтеуір. Осы жерде жамағаттың бәрінің осы той үйінде той болсын деп тілеймін. Бүгінгі тойдың той басшысы ел ағасы Нұреке түйіндеңіз. Рахмет. Ал құрметті қонақтар, мен мына Қаламбаймен 50 жылдан бері көршімін. Қалеге той құтты болсын. Мына жастарымыз бақытты болсын. Нәрестенің бауы берік болсын. Не дейміз, мына көкелеріміз барлық жақсы тілектер, ниеттер айтты, солардың
айтқандары періштенің құлағына шалынсын. Енді мына тойды ашық деп жариялаймыз. Ол сөзді айту маған бұйырған екен. Ең ақырында той ашық ореке. Басқара беріңіз. Қалекеңнің қанына сіңген қасиеті, мәрттігі менен мырзалығы, жаңылыстың бойындағы имандылығы, ибалығы, той ашқан ақсақалдар мен ел ағалардың иығына арнайы алтын шапаны бар екен. Рұқсат болса, иықтарыңызға алтын шапанды той елінің атынан жабайық деген. Енді бүгінгі сүйрет ертеңгі тарихтегі жақсы бір естелік сүйретке түсіп алсаңыздар жарасады. Жаңыл шекше, көкөктің қасына жақындармыз. Ата, естелік сүйретке түсіп алайық. Рахмет, фотограф бауырым, дүние бәрі жетпейді. Мына той ашқан кісілерге суретті тегін апарып, астына 21 ғасырдағы Оразкелді елінің асылдары деп жазып қойсаң жарасатын кісілерімнеге. Рахмет, терең қартайыңыздар, әдемі ажарлы қартайыңыздар. Тойдан тойға күніге той ашып жүрген азаматсыздар, елдің бірлігі үшін мінекей дайым терең қартайып жүре беріңіздер. Рахмет, жастар рахмет, айтар айналайын. Нұрсәуле, алтын орындарыңызға жайғасыңыздар. Рахмет, жастар, бақытты болыңыздар. Тойдың төрінде той ашып берген ақсақалдардың, ел ағаларының құрметіне және баршаларыңыздың құрметтеріңізге құлақтарыңыз әнде, ауыздарыңыз дәмде болсын деген ниетпенен мақтаралдың мақтанышына айналған қазақи әннің қаймағын қалпында елге жеткізіп жүрген анар қыздарымыздың орындауындағы той бастарын өздеріңізге тарту ететін боламыз. Бүгін осы әулеттің Қаламбай ағамыз бенен Жаңылыс жеңгеміздің шаңырағының атынан бүгінгі мінекей Саялы Сарыағаш өңірінен келіп отырған құдалар, құдалықтарыңыз мәңгілік тату тәтті болсын деген ниетпенен жұлдыз жиендеріңіз өмірге келген, жұлдыз немерелеріңіз бір тәтті тамаша немере болып өссін деген ниетпенен алдарыңызға тәтті шай әзірлеп келген жағдайымыз бар. Құдалардың алдына тәтті шай, анар қыздарыңыз қабыл алыңыздар. Sağ
Рахмет. Әнін сыйлап келіп отырған анараншыларыңыз, енді үлкен ас келіп отырғандарыңызға, ас келгеннен кейін астың дәмдісі ыстығында дейді қадірлі қонақтар. Той ашқаннан кейін нарқасқан ағаштарымыз тілек ақтаратыны ақиқат, бірақ енді нарқасқан ағаштардың алдына үлкен дәм келгеннен кейін астан алып тойдың төріне шақырсам, менің де көргенсіздігімнің белгісі болар. Сондықтан нарқасқан ағаштар, астарыңыз дәмді болсын, өмірлеріңіз мағыналы, мәнді, сәнді болсын. Астың дәмдісі ыстығында дейді, ыстықтай дәмге қараңыздар. Әнді мен жұп етейін ағайын. Ризашылығына әміне жеткізелді. Бабалар бағасы берген шын жұрт нағашы деген ағайын. Тойдың төрінде Қаланбай көкеміздің нағашылары, Жаңылыс жеңгеміздің нағашылары, атымыз аталмады, түсіміз түстелмеді демеңіздер, нарқысына нағашылар тойдың төрінде көтеріңіздер. Айдар бауырымыздың нағашылары және Қалекеңнің бажалары, яғни Айдардың нағашы әпке жезделерімен бірге тойдың төріне көтерілсеңіздер. Мархабат етіңіздер. Жалпы нағашылар, нағашы жолмен келіп отырған нарқасқан нағашылар, арнайы мархабат етіңіздер.